Көңілші ғой, жалғас. Жақсы болады өзіңізде. Шүкір, аман сен. Жалпы кешегі іс-әрекетіңді көбісі жартысы қолдаса, жартысы қолдамай жатыр екен. Бір сөзіңде дұшпандарының алдында жығып бердің деп қалдың ғой. Сонда қатысушылар арасында дұшпандарың бар болып тұр ма? Мүмкін. Олар кімдер? Түсінген адамдар түсінді деп ойлаймын. Оның бұл жерде айтуына қажет жоқ. Главное, кім екенін өздері біледі. Және басқа дәуірдің адамы деп қалдың, иә? Иә. Өз дәуіріңдегі жанды, демек өзіңмен қатар жігітті іздейсің. Қатар, хотя бір 4-5 жас үлкен. Басқа дәуір болса да жағдайы жақсы. Жағдайға онша қарамаймын мен. Онша қарамайсың. Тек түрге, жасқа. Түрге, сөзіне, ісіне қараймын. Үй іші не деп жатыр кешегі іс-әрекетке? Көрдім, дұрыс жасадың деп жатыр. Басқа ештеңе айтпады. Қатты ауыр кеттің деп жатқан жоқ па? Жоқ, нормально, біледі. Яна, қалайсың? Шүкір жақсы, аман есен қалайсыздар. Шүкір жақсы. Анаң не деп жатыр жалпы? Бүгін шешілетіндей болып жатыр ма мәселелерің? Бүгін ортадамыз 12:00-де. Нақты қандай шешім қабылдағанымызды анаммен сөйлестім. Анам жауабын айтты. Қандай шешім айтқан барлығымыздан айтатын. Тоқетер негізі кім шешеді, сен ба, әлде анаң ба? Енді жарыңды таңдайтын өзің ғой. Тоғетерін әрине өзім шешем, бірақ аналарды баласына жаман болсын деп айтпайды еш нәрсені. Сол себепті бүгінгі жауабын айтатын боламын 12:00-де. Апа, кеш жауапсыз махаббатты көріп жатыр ғой. Жауапсыз махаббатты басынан кешіріп көрдің бе осы уақытқа дейін? Жоқ, кешіріп көрмеген. Бәлкім бір осы ара қатынасым сондай бір махаббатқа келейін деп тұрған сияқты, бірақ көбісі айтып жатыр енді күрескендерің дұрыс деп. Енді барынша күресіп көрерміз енді. Ассалаумағалейкум, Мирас. Қалайсың, қалмай? Уағалейкум ассалам. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Жалпы кеше Олжалғас бір сөзін айтып қалды ғой, дұшпандарымның алдында жығып бердің деген сияқты. Сонда сендерді дұшпан көріп жатыр ма, қалай? Енді өйтіп айтсаң, дұшпан болып тұрмыз ғой. Білемін, ол кезде өзімізде тағылып қалдық, дұшпан деп. Сендердің бір кішкене өкпе, реніш деген бар ма сендер? Олжалғас тарапына қарай. Постоянно бет отамен сөзге келісіп қалып жатады. Және алдында бір стористерін байқап қалдым, спорт туралы. Әлде 200 мыңнан үміттісіңдер ме? Жоқ, 200 мыңнан үмітті емеспіз. Просто ол жерде менің адамым былай ғой, шындықты айта білу керек та. Сол моментте негізі біраз адамдар иә, үйленуге спор кетті деп айтқан болатын, бірақ мүлдем ондай сөз мүлдем қозғалмаған ғой. Біз қайталап оны мен сұрау шыққаннан кейін де көргем. Мен еще эфирде айтып кеткен болдым. Сол эфирде бізге ешқандай спор керек емес, спордаспен біз өзіміз махаббатымызды көрсетеміз. Бұйыртса бұл қыз менікі болады деп айтқан. Гүлденген әлем. Таңаттан сәлем. Қайсың Таңат, амансың ба? Иә, жақсы, Аллаға шүкір. Біз тас дәуірі емес, біз сәл қола дәуірінің адамдарымыз, енді 28 деген. Кеше эфир қатты ауыр болды негізі, шыны керек. Өзімді эмоция, өзім ұстай алмай, әрең ұстап. Мынандай эмоцияны ешкім күтпеді дейсің. Нажарында қарындасым. Ана видео деген вообще кім жасап тұр өзі еді қойым. Отметка жасап жүреміз бүгін тағы да. Кеше предпоказға барыпсың, не білім бойынша? Иә, предпоказға бардым. Үміткермен бе әлде қалай? Үміткерімді шақырдым, Жанеркені. Сол жерге шақырсам, ол жұмыста болды, келе алмайым деді. Жарайды деп барғанмын. Жалғыз өзің? Жалғыз өзім дегенде достарым болды, солармен бардық қой. Жоқ, Жанеркенің реніші жоқ. Жоқ, ешқандай реніш жоқ. Бірақ араға тассаң жақсы болып жатқан шығар? Жанеркемен ба? Бүгін телефон алмай жатыр. Білмеймін, соны күтіп отырмын. Демек бір мәселе бар сияқты. Мәселе. Қалай, Анара? Жақсы. Қайсың? Жақсы. Жалпы осы уақытқа дейін жауапсыз махаббат сезініп көрдің бе? Жалпы бастан кешіріп деген сияқты. Жауапсыз махаббат па, прям махаббат деп айта алмаймын. Ұнатулар сырттай болып тұрсың. Иә, болған. Сезіміңді тұншықтырып жүрдің ба? Иә. Жалпы саған келген жігіттер осындай жауапсыз махаббат болып қалмас үшін, кеше Даниярдың кейпінде болып қалмас үшін неге дайын болып келу керек? Әлде несі болу керек? Шынымен де жас бала емес, 30-дан асқан үлкен ер азамат. Бір қызы жоқ деп айтатын біліп тұрып, зачем олай бір сүйкім кетіріп жолай жасаудың қажет жоқ еді деп ойлаймын да бір жағынан. Шынымен де кеше Олжалғас айтқандай сезімін тұншықтыру керек еді. Енді саған келген жігіттер ондай бұлай ситуацияға түсіп қалмас үшін неге дайын болып келу керек? Барлық нәрсеге дайын